Облыс бойынша 15 мыңнан астам бозбала әскери есепте тұр. Оның тек 1207-сі ғана қарулы күштер қатарына алынбақ. Ал қалғандары мерзімдері кейінге шегерілгендер, отан алдындағы міндетінен босатылғандар, кәмелет жасына толмағандар. Биыл күзгі әскерге шақыру науқанына сәйкес 551 бала отан алдындағы борышын өтеуге аттануы тиіс. Бірақ науқан жоспарға сай жүргізілуде ме? Міндеттен жалтарғандарға қандай жаза қолданылады? Әскерге алу жұмыстарының барысы туралы облыстық әкімдіктің кезекті отырысында айтылды. Жылына 2 рет әскерге шақыру науқаны өтіп, денсаулығында кінәраты жоқ жігіттер отан алдындағы борышын өтеуге жіберіледі. Қазіргі таңда облыс бойынша 15229 бозбала есепте тұр. Бірақ оның 1207-сі ғана әскери қызметке жарамды. Из них не подлежит призыву 14022. Олардың 14022-сі әскерге жарамайтындар. Мерзімі шегерілгендер 7603 адам. Отан алдындағы міндетінен босатылғандар 2261 адам. Тағы 2000-нан астамы кәмелет жасына толмағандар. Маусым мен қыркүйек айлары арасында әскери борышын өтеуге міндеттілерді тексеру жұмыстары жүргізілді. Ал қыркүйек айынан бастап бүгінге дейін 315 бозбала, яғни 9 әскери команда міндеттерін атқаруға жіберілді. Енді желтоқсан айының 28-іне дейін Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан қатарына 236 жігіт жіберілмек. Олар 7 әскери командаға бөлінеді. Жігіттерді жібермес бұрын ПТР тест алынып, теріс нәтиже көрсеткен жағдайда ғана борышын өтеуге рұқсат етіледі. Санитарлық талаптарды міндетті түрде аудан деңгейінде қалада міндетті түрде барлығын сақтап тұру керекпіз. Также нужно продолжить установление местонахождения лиц, уклоняющихся от призыва. Ондайларымызда бар ғой. Өкінішке орай. Ничего, табамыз. Айта кеткен жөн, әскери қызметтен жалтарғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Нұрсұлтан Тілектесов, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.